Ассалаумағалейкум, ұлттық арна көрермендері. Естеріңізде болса, алдыңғы бағдарламада пиар еткен болатынбыз. Сол пиарды қалай суғару керектігін және мынандай қызанақтарды мынандай ыдыстарға, стақандарға қалай қондыру керектігін көрсететін боламын. Ол үшін бізге мынандай арнайы топырақ керек, агромагазиндерде сатылатын, және мынандай желім ыдыстар керек, стақан дейді. Бұның асты міндетті түрде тесік болу керек. Шегені отқа қыздырып тесуге болады. Пиарамыз жайлап ақырындап шығып келе жатыр, мұны желкелер көрініп. Бұл енді 2-3 күннен кейін таза шығып түгелденеді. Бұны суғару үшін сіздерге жылы ауа түсу керек. Естеріңізге сала кетейін, бұның астында тесік бар, тесік қойғанбыз. Шетінен абайлап тамырын көрсеңіздер, мінекей тамыры көрініп тұр. Осылай тамырымен әдемілеп аласыздар. Тескен тесігімізді үстіп саламыз. Сосын осылай қасықпен әдемілеп топырақты саламыз. Бұл көшетті өйстіп дайындап болғаннан кейін, бұл көшеттерді егіп болғаннан кейін осындай желім ыдыстарға, стақанға бір күндей уақыт, күннен көзі қатты түспейтін жерге қою керек. Алдағы уақыттарда қалай өсіп жетілгенін, қалай қондыру керектігін көрсететін боламын. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.